қолымыз тығуға қорқып қалдық қой мынақа. Міне саған қараңыздар, міне көлемді темір, міне қараңыздар. Ең арзан металл іздегіш, міне. Эксклюзив. Варварлардың балтасы. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біздің видеомызда ең арзан металл іздегішпен не табуға болады, сол жайында бірге іздеп көретін боламыз. Міне достар, бізде ең арзан металл іздегіш. Бұл металл іздегішті міне ашамыз. Коробкасында документі бар, және де наушнигі бар, міне құлақ қабы. Және мынау шынтақ тірегіші бар. Және міне өзі слайдың жері, және катушкасы домалақ. Қазір осыны өзім құрастырып іздеуге кірісетін боламыз. Және бізге аппарат керек. Және бізде міне осындай Chrono деген екі батарейка керек. Бұл бізде магазиндерде 200-250 теңге тұрады. Және қап темір салатын, және де күрек, қайла, лом, осылар керек болады. Достар, қараңыздар. Ал, кеттік. Қайсың осады? О, міне қосылды. Чувствительность жоғарырақ қоямыз. Шамал жеткізбей қояқ, ең жоғарыға. Және дискриминация шамал қосамыз. Егерде майда затты тауып жатқан жағдайда, онда дискриминацияны қоса бастаймыз. Сол кезде бізге көлемді заттар шыға бастайтын болады. Әзірге бұл металлисканың настройкасы осы. Мынау дауысты жоғары қоя салайық. Бәрімізге естілі болу үшін. Ал енді іске кірісейік. Мынау өздеріңізге, бойларыңызға ұзындығын келтіріп аласыздар. Мынау бұрау арқылы. Ал мына аппаратты қостық, камераны қостық, енді іздеуге кірісеміз. Қазір әзірге күрекпен қайланы алған болатын. Міне, қайлаға тартып тұр. Ал іздеуге кірісейік. Ал бисмиллах. Біз міне осында мынандай жерге келдік. Міне бұл жерде міне қораның орны тұр. Ол тастан қаланып міне. Қазір осы жақта қарайтын боламыз. Бұл жер ешқандай аппаратпен қаралмаған. Ал кірісейік. Достар, бізде майда сигнал естіп, бір тартып, бір тартпайды. Ал егер көлемді сигнал болса, міне қараңыздар, күрек сияқты. Жақсы дауыс шығарады көлемді заттар. Сол үшін біз бұндай сигналдарды қазбайтын боламыз. Тек көлемді сигнал іздейтін боламыз. Ал егерде сіздер тиын бір нәрсе іздейтін болсаңыздар, онда майда сигнал қайдың қазу керек болады. Так, камераны шамал жоғарлатып олайын. Опа, тастарды ауайлайық. Бүгін бізде 35 градус қайдың күн ысыды. Күндіз. Қазір қайта кешкі сағат 6-тан асты. Енді күннің қызуы бәсендеді. Әзірге көлемді сигналдар көрінбейді. О, міне қараңыздар, достар. Міне қарасым жатыр екен мұнда. Может, осыған ұрып тұрған шығар. Иә, дұрыс, соған ұрып тұр екен қарасымға. Міне қарасымды қазір өшіріп тастаймыз. Дискриминацияны қосамыз. Міне, уже ұрмай қалды. Міне,
дискриминацияны қостық. Біздің аппарат уже бұл сымды уже танымай қалды. Сол себептен көлемді заттар іздеу үшін дискриминацияны шамалы қосу керек. Осылай аппаратты ары-бері қозғау арқылы біз темірді іздейтін боламыз. Ал егерде сіз бүйтіп жай жүрсеңіз, ол кезде уже аппарат ондайға арналмаған. Негізі ондай тура үстіне түскен кезде шиқылдап тұратын аппараттар бар. Оларды импульсный металлоискательдер деп аталады. Оларды тек темірдің үстіне әкелген кезде ғана сигнал беретін болады. Ал бұл аппараттардың жұмысы басқаша жұмыс жасайды. Бұл аппаратты міндетті түрде қозғап тұру керек ары-бері. Достар, мұнда кішігірім сигнал болып тұр. Қасып көрсек болады. Кішкентай зат тұр бұл жерде. Және достар, бұл бізде қараңыздар. Бұл бізде ең арзан металл іздегішпен ең бірінші табылған табысымыз міне. Бұл бізде болт. Қараңыздар. Даже мұны даттанбаған нержавейка сияқты болт. Қараңыздар. Бүгін мен қолбақ киюді ұмытып кеттім. Міне бірінші табысымыз біздің. Осылай табысқа кенелетін боламыз. Так. Әрмен қарай іздейік. О. Мұнда бізде мынандай жұқа металл темір. О, достар, міне қараңыздар. Міне нағыз сигнал. Көрініп тұр ма? Және сіздер мына шкалаға қарамай қойыңыздар, бұл не үшін жіберген белгісіз, әйтеуір. Тек дауыспен аңғарсаңыздар болады. Міне қараңыздар. Осы дауыс арқылы жақсы сигнал беріп тұр. Ал қасып көрейік. Бисмилля. О, достар, қараңыздар. Бәрекелді. Міне бізде екінші табыс. Бүгінге қараңыздар. Керемет темір, салмақты. Осылай біз бүгін жақсылап темір жинайтын боламыз міне. Міне, достар. Әзірге екі темір. Қазір бұл темірлерді мен бір жерге қоя тұрам, сосын қапқа салып бәрін жинап алатын боламын. Әзірге осында қоя тұрайын. Ал онлайн эфирде біз темір іздеуімізді жалғастырайық. Мына өте ыңғайлы, жеп жеңіл, адам шаршатпайды. Және тереңнен де сигнал болмайды. Осы жақсы аппарат өз-өзін ақтайды. Егер де сіздер жақсы жерге тап болатын болсаңыздар, бұл аппарат сіздердің ақшаларыңызды бір күнде ақтап береді. Так что ешқандай қорықпай бұл аппаратты ала берсеңіздер болады. Міне. Егер темір іздеп қосымша табыс тапқыларыңыз келсе. Хобби ретінде де осылай. Мен де өзім басында арзан металл іздегішпен бастаған болатын. Осылай іздеуді. Сонымен бүгін осында арасында ложный сигналдар болады. Ол әрине бұл жерде қоқыс көп деген қоқыс көп шашылған деген белгіні көрсетеді. Міне арада бізде кішігірім сигнал, қасып көрейік.
жер қатты болып тұр. Әрине негізгі сезон көктемде жер жұмсарады, жаңбырдан кейін. Ал қазір бізде күн ыстық. Достар, қараңыздар, бізде бұл түсті металл сияқты. Қараңыздар, бұл не зат деп ойлайсыздар? Комментарияға білетін адамдар жаза кетіңіздер. Және бұндай металдарды біз түсті металл мен қара металды қалай ажыратамыз? Бұларды біз әрине магнитке жабыстырып көреміз. Егер магнит жабысатын болса, ол бізде қара металл, қара металл ол темір. Және де екінші способы, ол бізде мұны біз тасқа сырып көреміз. Осылай. Тасқа сырып көреміз. Міне. Егерде бұл сырылған жерлері сарғыш түсті болып шықса, алтын түсті сары болса, ол бізде латун. Латун қола. Ал егерде қызғылт сары болса, мыс деген сөз. Ал егерде ақ жеп жеңіл болса, ол бізде алюмин болады. Бірақ бұның салмағы бар екен. Осылай біз біраз темір жинап алатын боламыз қазір. Қазір біз көлем заттар іздеуге тырысам. Арасында достар, бүйтіп өздеріңіздің күректеріңізге анда-санда сигнал беріп көріңіздер. Сол кезде аппарат қосылып тұр, істеп тұрғанын біліп жүресіздер. Бұл кейде заряды отырып қалуы мүмкін. Сол себептен. Достар, қараңыздар, міне бізде кезекті табыс, ең арзан металл іздегішпен. Осындай жерден бізде мынандай мыс оралған осындай бір дүние шықты. Катушка дейміз, бұны. Бұның бәрі мыс. Сырты қорғасын емес, қорғасын емес кен. Жоқ, мына жер қорғасын болу керек. Достар, қараңыздар. Ақыр көлемді сигнал таптық ау. Қасып көрейік. Не ұсталар екен. Көлемді сигнал таптық. Әрине бұл бізде қараңыздар. Қазір мен бір күшім жетпей атыр. Бір қолым күші. Ал жаймен көрейік. 1, 2, 3. Оппа. Бұл не деп ойлайсыздар? Астыға жаза кетіңіздер. Бұл бізде қолымыз тұғыға қорқып қалдық болмайға. Міне, саған қараңыздар, міне. Көлемді темір, міне, қараңыздар. Ең арзан металл іздегіш, міне. Осындай шойыннан жасалған қазанның, пештің темірін таптық. Керемет достар, лайк баса кетіңіздер. Бұл жерде әлі сынықтар бар сияқты. Сол себептен жақсылап қазу керек сияқты. Қазір аппаратпен бір тексеріп жіберейік. Аппарат бар дейді мына жағында. Бұл бізде мынандай темір екен. Қараңыздар, нержавейка екен ау, ше? Тат баспайтын металл. Қараңыздар. Бар қайдан жүру бұяқта. Міне, осындай темір. О, достар, қараңыздар. Эксклюзив. Міне, бұл бізде балтаның сынығы. Қараңыздар. Мұны қай ғасыр деп ойлайсыздар? Бергідегі сияқты. СССР-дің кезіндегі.
Достар, міне қараңыздар. Міне қараңыздар, бір балта шықты. Мына жақтан тағы да бір сигнал тұр. Ал, бисмиллах. Оқты, достар, қараңыздар. Міне жатыр ғой, міне. Жаңа пештің сынығы жартысы мұнда жатыр. Қараңыздар, достар. Мынандай шойын темір. Және де барбарлардың балтасы. Міне. Көрдіңіздер ма? Даттанып кетті, біраз жатқан екен жердің астында. Достар, міне көйлемді сигнал тағды. Қазайық. Ойланып тұрмайық. Оқты. Тура үстінде тұрм. Үстін қазып жатыр екен мен. Ал, кетті ал. Не екен? Әрине, бұл бізде тағы да қазанның, пештің, қазанның деверін ол қайта. Пештің сынығы пештің үстінде тұратын. Тағы да бір бөлшектері бар екен қасында. Бұл бізде міне осындай темір. Жаймен қолымыз жүре бастады. Тағы да бір сигнал бар дейтін жанында. Мынау екен ғой. Міне достар. Бұл не деп ойлайсыздар? Міне. Мынандай темір. Және де мынандай темір. Жинай беру бәрін. Қазір бұның бәрі салмақ қосып, жақсы ақшаға кенелеміз. Әлі де сигнал өтпей жатыр. Потолок, достар. Қараңыздар. Самородок шықты. Қараңыздар. Алтынның самородогы. Қараңыздар. Әрине әзілдейм. Бұл бізде алюмин деген металдың ерітіндісі. Короче, алюмин. Өйткені ақ салмақ жеңіл болады. Түсті металл. Жалғастырамыз. Мына жүрген жерлеріме айналып жүре берсем, сигнал шыға берейін деп тұр ғой, біраз. Мынау ашым күлкімді келтірді ғой, мынаны қараңыздар. Кішкентай балта. Мына балта мен екеуінің айырмашылығын қараңыздар. Мына кішкентай балта, мынадай балтаны қараңыздар. Екі есе шығады онадан. Сигнал дейді. О,
Достар, қараңыздар. Көрініп тұр ғой, қазып отқан. Қараңыздар. Бізде кезекті табысымыз. Қылыш. Жұмонктың қылышы. Че там, кім бар қылыш жасатын? Даже жібермей жатыр міне. Осы жерді қаза бер деп тұр. Майда шүйдемен иістіп жинаймыз. Қазір. Міне достар. Тағы да 2 болтқа тап болдық. 1 болт. Және де 2 болт. Әрине 3-ші болт. Міне. Достар, мен мұнда латун тапқан сияқтымын. Қараңыздар, латун шығып жатыр. Міне, латунның салмағы, салмағы деп қой. Килограммы 1500-2000 теңгедей. Что латундар жинайық, мыс болды мүмкін. Мыс мынау. Достар, міне бағана қора тұрған жер анау жер. Көріп тұрған шығарсыздар. Және де міне үйдің өзін тапқан сияқтымын. Міне осы жерлер төмпешік болып тұр, осындай. Қазір бізде міне бір сигнал болып тұр. Ал қасып көрейік ал. Не зат екен? Қазылмады. Және бұл бізде қараңыздар. Темір, бір темір шықты. Міне. Бір салмақты темір шықты. Керек сигналымыз біздің. Бұл бізде осындай кусок темірдің. Достар, міне тағы да бір төбе тауып алдым. Осындай. Қазір осы жерде бізде бір сигнал болып тұр. Міне. Көлемділеу сигнал екен. Қасып көрейік. Қазір. Қасып көрейік. Бізде күн батып барады. Уақытымыз аз. О, мынау достар, бізде салмақты дүние сияқты. Қазір аппаратымызды жерге қойып, жақсылап қазуға кірісейік. Қазір көріп бұл не зат екен. Достар, қараңыздар, не шыққан. Потолок. Міне. Қараңыздар. Ема. Міне, болт деген осындай болады. Дейін десем, болт емес екен ғой. Болт па? Болт емес екен. Ортасы тесік екен. Міне. Міне, бетондарға да ұрады. Кез келген аппарат ұрады бетонға. Себебі бетон ортасында темір бар. Сол себептен бұларға да көрсетеді. Бізде майда шыбындар қаптап кетті ше.
Достар, қайтамын деп ен жина бастап едім. Сигналдар бола бастады. Міне мынандай бір қорғазын шықты. Қазір мұнда тағы бір сигнал болып тұр бізде. Қазір көрейік. Бұл бізде осындай қалып тұр екен. Міне достар, 1,5 сағат уақытымызда және осындай міне дым жоқ жерден жарты қапқа жетер темір тауып алдық. Міне салмағы ауыр. Бір қолмен көтерудің өзі әрең көтерем, бір қолмен. Жақсы темірлі жинап алдық. Қазір осыны апарып өткізетін болам. Міне достар, бізде 22 кило темір шықты. 90 теңгеден 2000 теңге болды. Осылай 2 сағатта 2000 теңге таптық. Ең арзан металл іздегішпен. Және де бұдан да көп табуға болатын еді, егерде біз темірі көп жақсы жаққа барған кезде. Ал мен іздеген жер айдалада, ешқандай ештеңе жоқ. Бұрынғы қораның орны болған. Сол жерден 2000 теңге шығардым 2 сағатта. Сол себептен ешқандай ойланбай осындай арзан металл іздегіш алып, іздеп ақша тауып көрсеңіздер болады. Өзін ақтайды.